Бірінші рет сіздердің алдарыңызда өзімнің тұсаукесер сөзімен шығып тұрмын. Өзім туралы, өзімнің өмірім туралы ақпарат беретін боламын. Неге екені белгісіз, өзім туралы айтқанда бірінші есіме алыстағы туып өскен ауылым және де балалық шағым оралады. Мен Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келдім. Балалық шағымда басқа балалар сияқты атқа мініп, суға түсіп, қыстың күні мұздың үстінде хоккей ойнап өстім. Естеріңізде болса, Өскеменнің Казцинк торпедо командасы хоккейден 16 дүркін Қазақстанның чемпионы болған. Мен еліміздің сол аймағында туып өстім. Және де балалық шақтағы менің үлкен хоббиімнің бірі хоккей болған. Бірақ ауылдағы басқа да менің ең көп есте қалатын істерімнің бірі, бала күнімнен мен суға түсіп, көлге суға түскен. Араларыңызда бар ма суға түсе алмайтын адамдар? Суға жүзе алмайтын адамдар? Мен де негізі ең бірінші көлге келгенде суға түсе алмаған, бірақ ол кезде мен небәрі бастауыш сыныптың оқушысы болғам. Ауылдың балаларымен еріп суға түсуге бардық. Сонда үлкен балалар қызық көріп бізді ұстап суға лақтыратын. Енді біз ол кезде суға түсе алмаймыз, судан батып, бір шығып, әйтеу жағаға дейін шығатынбыз. Сонда менің бір түсінгенім, адамның жан сақтау функциясы деген функция болады. Адам қатты қиналған кезде, қатты қорыққан кезде сол функция іске қосылады да, адам өзін сол нәрседен құтқарып алып шығады. Тура сондай бізді ешкім құтқарған жоқ. Біз өз бетімізбен жағаға шығып үйрендік. Солай жүріп суға түсіп, суға жүзуді үйрендік. Осы жақында мен бір танысыммен сөйлестім. Сонда ол балаларын бассейнге беріпті, суға түсіп үйренсін деп. Бірақ 6 ай уақыт өтсе де, жаттықтырушылармен қатысса да, балалар мүлдем суға түсіп үйренбеген. Себебі оларда ешқандай қиналу, қорқу деген болмаған. Ал адам қашан бір нәрсені қатты жақсы көрсе, қатты қорықса, сол нәрсеге тезірек үйренеді. Сондай менің тағы да бір қатты қорқатын нәрсем, ол осылай көпшілік алдында сөйлеу. Бұрында мен мектеп бітірген кезде сонда көп адамдар, үлкен кісілер сөйлеп жатқанда мен ойлайтын, менің де жасым бір 40-50-ге келген кезде мен де солай сөйлеймін, қорқыныштың бәрі өз-өзінен кетіп қалады деп. Бірақ біз күн өткен сайын жасарып жатқан жоқпыз. Жасымыз ұлғайып келеді, бірақ сол қорқыныш әлі күнге шейін бар, ешқайда кеткен жоқ. Осыдан бірнеше жыл бұрын біздің компанияға Европадан үлкен бастық келетін болды. Сонда сол бастықтың алдында әрбір компаниядағы департаменттің жетекшісі осылай алдына шығып сөйлеу керек болды. Осылай бірнеше адам отырды. Менің алдында бірнеше әріптестерім шықты. Сыртынан қарасам, сөйлегенде сөздің түбін түсіретін шешендер сияқты. Кезек маған келгенде мен айтатын сөздің бәрін ұмытып қалдым. Сосын қол аяғым дірілдеп, тамағым бәрін кеуіп, сосын сөздің бәрін шатастырып, не айтқаным есімде жоқ, айту бірдеңке деп сөйлеп орныма отырдым. Сосын үйге келдім де бірден интернетті ашып, қалай көпшілік алдында сөйлеуге болады деп интернетте материал іздедім. Сонда ең бірінші Google'дан іздегенде, бірінші білесіздер, бірінші жарнамалар шығады. Сонда жарнамалар шықты, бір айдың ішінде сөйлетіп шығарамыз, бір айдың ішінде шешен болып шығасың деген сияқты сондай жарнамалардың біреуіне сеніп сондай курстарға бардым. Бірақ ол жерде менімен бір мысалы министрдің орынбасары оқыды, яғни өте деңгейі жоғары адамдар оқыды. Мен олардың жанында өте деңгейім төмен болды да, ол курсты тастап кеттім. Сосын бір жыл өткеннен тағы да сондай курсқа бардым, бірақ ол кезде тағы да бір қатысып, бір тастап жүріп әйтеуір оқып бітірдім. Бірақ сол курстардың маған өте үлкен көмегі тиді. Мысалы, бұрын кезде маған осылай елдің алдына шығып сөйлеу мүмкін емес, бір айға шумен тең нәрсе болатын. Бірақ сол курстардан кейін мен өз қорқынышымды қалай жеңуді үйрендім. Егер осы уақытқа шейін мен бірнеше компанияда жұмыс істедім, сол кезде бір байқағаным, кез келген компанияда бір адам болды, мықты өз саласының маманы болмаса да, бірақ мықты әдемі сөйлеген үшін, шешен болған үшін, жақсы қызметте отырған, жақсы айлық алған адамдар. Ал керісінше басқа бір адамдар болды, өз саласының мықты маманы, бірақ та біліп тұрған жұмысын елдің алдында айта алмаған үшін, жақсы бастықтардың алдында есеп бере алмаған үшін, сөйлей алмаған үшін қызметте өспеген адамдарды. Мүмкін содан шығар, мен осы жерге келіп, өзімнің шешендік шеберлігімді шыңдауға келгенім. Егер менің жұмысым туралы айтар болсақ, мен жеткізу тізбегі саласында жұмыс істеймін. Енді көп адамдар жеткізу тізбегі десе түсінбеуі мүмкін. Ол ағылшынша supply chain деп аталады. Енді кейбір адамдар supply chain-ді логистика, кейбір адамдар сатып алу деп есептейді. Негізі екеуі де дұрыс. Supply chain немесе жеткізу тізбегі департаментіне 6 бөлім кіреді. Соның бірі логистика, сатып алу, қойма қызметтері, жоспарлау, кедендік рәсімдеу және де
клиенттерге қызмет көрсету. Мен бүгін солай өзімнің қорқынышымды жеңіп бірінші рет сіздердің алдарыңызға өзімнің тұсаукесер сөзіммен шығып тұрғаныма қатты қуаныштымын. Назарларыңызға рахмет.